Сәлем достар, мен атым Айсара Нұржан, қазақы психолог, чакрологпын. Алдағы 5 минуттың ішінде, көп уақытыңызды алмаймын, мен жатыр энергиясын не бұзады, оны қалай ашамыз, сол туралы талқылайтын боламыз. Жалпы жақында маған бір клиент жазады. Өзі 30 жаста, климакс басталып кеткен, яғни ранний климакс. Мен жағамды ұстадым. Сонда қазақтың әйелдері 40-қа жетпей жатып кемпір бола бастағаныма не себеп, не болды оларға? Бұның себебі біреу, бұл жатыр энергиясының бұзылуынан. Яғни жатыр энергиясын бұзатын факторлар әлемде көп. Мысалға, ол экология, тамақты айтпағанның өзінде, мысалы, ер адамдардың әлсіреп кетуі, жауапсыздығы, қатын балалардың көбеюі, ол деген сөз, яғни маминген сыноктардың көбеюі, тіпті енелердің өзі, қайын жұрттың өзі не тұрады әйелдерге, мысалға, самооценканың түсуі, басқа толып жатыр. Осының барлығы әйел адамның жатыр энергиясын бұзады. Жалпы жатыр энергиясын ашқан адам қандай жетістіктерге, өзгерістерге тап бола алады? Олар өмірді рахаттанып сүретін болады. Мен қаншама клиентім жатыр энергиясын ашқаннан кейін өмір рахат екен ғой, өмір тұнып тұрған ләззат екен ғой, керемет екен ғой, өзің миссияң тапқанға не жетсін деп қуана жазады кейде. Жатыр энергиясын ашқан әйел адамдар күйеуімен, бала шағасымен, келінімен қарым-қатынасын реттей алады. Тіпті қайын жұртты сыйлай бастайды оны. Жатыр энергиясын ашқан адам ақшаны да рахаттана табады. Ол өмірді бір азап деп көрмейтін болады. Кәдімгідей ойнап жүріп өмір сүретін болады. Бұл өмірге жәннат жасау үшін келгенін түсінетін болады. Жатыр энергиясын ашқан әйел адам, ол айналасына нұр шашып, энергия шашып, денсаулығы да жақсаратын болады. Қанша жасқа келсе де, тіпті 60-қа келсе де, бала туатын жағдайға жетеді. Себебі менің жақында осы жатыр энергиясын ашып, сонымен арнайы жұмыс жасаған клиентім 50 жаста етеккірі келді. Сөйтіп мені қуантты. Міне, осының барлығы жатыр энергиясының арқасында әйел адам үшін өте маңызды өріс, чакра, яғни. Ол неден бұзылады? Ол реніштерден бұзылады. Біріншіден, күйеуге реніш, ата-анаға реніш, қайын жұртқа, енеге реніш, балаға реніш кете береді. Екіншіден, қорқыныштардан бұзылады. Яғни сіз егер бала туа алмайын ба, әлде күйеуім тастап кете ма, күйеуім тоқалала ма, күйеуім басқа қатынға қарап қоя ма, балам өліп қала ма, қырылып қала ма деген сияқты түрлі қорқыныштар, ол да сіздің жатыр энергияңызды құртады. Үшіншіден, жатыр энергиясын әйелдің еркекке айналуы құртады. Яғни егер сіз күйеуіңізге ешқандай жұмыс қалдырмасаңыз, оны өзіңіздің балаңыз қылып алсаңыз, оған сене алмасаңыз, барлығын өз мойныңызға арқалап алсаңыз, онда бітті. Яғни сіз еркексіз жартылай. Төртіншіден, қазіргі уақыттағы өте қауіпті құбылыс, әсіресе осыған психологтар, медиктер, гинекологтар әйелдердің миына өте қате, жалған, қауіпті установканы салып жатыр. Әсіресе ажырасқан әйелдер осыған түсіп жатыр. Не дейді олар? Төсек қатынасынан ажырасаң біттің, өмірің аяқталды, сен гормондарың бұзылады, сен климакс ерте басталады, кемпір боласың, біттің дейді. Өтірік бұл установка. Себебі біздің әжелеріміз кезінде соғыстан қалды. Қаншама күйеуі қайтыс болды. 20-25 жасында қайтыс болып, күйеулері 90 жасап атқан әжелеріміз өлді ме олар? Өлген жоқ. Тазалығын сақтады бірақ. Керісінше, целомудрие, яғни төсектің тазалығы әйел адамның өмірінің ұзақтығына кепілдік және оның сұлулығына, ұзағырақ жастығын сақтап қалуға әсер етеді екен, оны ғалымдар дәлелдеді. Сондықтан өтірік установкаларға еремдеп, өзіңіздің жатыр энергияңызды құртып алмаңыз. Енді осылардың барлығын қалай ашамыз? Жауап біреу, тек қана жатыр энергиясымен жеке жұмыс жасау керек. Сол жердегі реніштерден арылып, психологқа барасыз ба, коучқа барасыз ба, әлде маған келесіз ба, менде де жеке сеанстар өтеді. Ол үшін жеке дайректке жазыңыз. Жоқ, әлде басқа да әдістеріңіз бар ма? Бәрібір бүкіл реніштерден, ата-анаға, күйеуге, бала-шағаға, ұрпаққа, енеге, қайын жұртқа, барлығына деген реніштен арылыңыз. Сол кезде сіздің жатыр энергияңыз қалай ашылатынын көресіз, қалай бақытты болатыныңызды көресіз. Екіншіден, осы қорқыныштардан, негативный установкалардан барлығынан арылыңыз. Үшіншіден, міндетті түрде чакра тазалаңыз. Айына бір рет Ақтау қаласында онлайн, офлайн менде чакра тазалау техникасы өтіп тұрады. Өзімнің жеке авторский методикам. Сол арқылы қаншама әйел кеше 25-ші келіншек көтерді мысалға. Және төртіншіден, менің әйелдік энергия деген медитациям бар. Керемет медитация. Ол медитациядан кейін қаншама әйелдің етеккірі келді, қаншама қыз тұрмысқа шықты, қаншама әйел 5 қыздан кейін ұлды болды, 5 ұлдан кейін қызды болды. Яғни өзінің қалауындағы, арманындағы мақсаттарына жетті. Сіз де дәл осылай бұдан да күшті нәтижелерге жете аласыз. Ең бастысы жатыр энергияңыз тазалаңыз. Маған жекеге жазсаңыз, мен барлығын түсіндіремін. Осы видеоның астына плюс қоя кетіңіз, немесе дайректке. Іске сәт.